Бірде Әуестің анасы Балапан, біздің үй жақта бір қыз бар, өте пысық қыз екен, Ернұрға алып берсеңдер қайтеді, деді. Амандық пен Әуес қызды көруге барады. Қыз ерлі-зайыптылардың көңілінен шықты. Ернұр тұла бойы тұңғыштары. Ұлдарының аяқтануына екеуі де іштей тілеулеседі. Ернұрды ертіп барып қызды көрсетеді. Қыз Ернұрдың да көңілінен шыққан сияқты. Ернұр қызбен 10 шақты күн сөйлесіп жүріп үйленуге ұсыныс жасайды. Қыз келіседі. Сөйтіп екеуі үйленеді. Амандық пен Әуестің қуаныштарында шек жоқ. Тұңғыштары шаңырақ көтерді, келінді болды. Үлкені аяқтанса, қалғандары да ағаларының жолымен жүретіні анық. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба да сонда жүреді деген. Келін Панар 3 рет босанып, үшеуі де шетінеп кетті. 4-ші немере туғанда шешесінің терезесінен шығарып, ақысын беріп сатып алды. Әбу Нәсір деп ат қойды. Әбу Нәсірге 3 ай толғанда, бір күні Панар үшті күйлі жоқ болды. Қайда баратынын да айтпаған. Бұлардың іздемеген жері жоқ. Бірде Әуестің сіңілісі Дәмегүл Алматыға барады. Бұл жерде Панарды көріп қалып, артынан қуып барып жөн сұрайды. Панар сонда да жөнін айтпайды. Оның мекен жайын алады. Соңынан Ернұр барып алып келеді. 6 ай бойы қайда, не істеп жүргенін күйеуінен де жасырады. Ернұр ата-анасынан бөлек шыққылары келетінін айтып рұқсат сұрайды. Талғарға барып жұмыс істеймін, деді. Алдымен Ернұр мен Панар Талғарға барып пәтер тауып келеді. Сөйтіп бөлек шығады. Амандық пен Әуес бір айдай уақыт өткенде қалай тұрып жатқандарын білуге Талғарға баласының үйіне келеді. Ернұр Маралсай деген жерде құрылыста істеп жүр екен. Атана Байғұс бұларға бір табан жақындамақ болып, кегенінен Талғар ауданының ауылына көшіп келеді. 6 қараға үй салып алады. Әуез базарда шикілдеуік сатып, Амандық болса ержеткен балалармен совхозда жұмыс істейді. Бірде шемішке сатып отырса, қасына ақ Жигулиі кеп тоқтайды. Әуез құдағайының сіңілісінің күйеуін танып кетеді. Солармен бірге үйге келсе, Әбу Нәсір немересі отырады. Амандық та үйде болатын. Ой, біздің кішкентай қайдан жүр? Деп немересін көтеріп алып сүйгіштейді. Сөйтсе әңгіме былай болыпты. Бірде Панар Әбу Нәсірді көршісінікіне әкеп, базарға барып келейін, сіздердікінде отыра тұрсыншы, деп тастап кетеді. Көршісі баланы 2 күн қарайды, шешесі келмейді. Панардың шешесінің сіңілісін таниды екен. Ақыры соған апарып береді. Шешесінің сіңілісі 10 күнде қарап келмеген соң атасы мен әжесіне әкелген екен. Ернұр жұмыстан шығып үйге келді. Олар енді Алматы шетіндегі Ұлжан шағын ауданына көшіп келіп үй салады. Дорожник деген жердегі мектепке Әбу Нәсір 1-ші сыныпқа барды. Директоры орыс екен. Қазақшаға судай ағады. Директор Әуесті кабинетіне шақырып, немереңізге әлеуметтік көмек аласыз ба? Деді. Алмаймын. Ендеше былай етіңіз, шешесін іздеп табыңыз, баласын ала ма, алмай ма, алмаса қолхат берсін. Төл құжаттарының көшірмесін берсін. Бір мұғалім қызды Әуеске қосып берді де, мына кісіге құжат жасайтын жерді көрсет, деді. Панардан қолхат алу үшін Әуес оны іздеуге шығады. Ұзын құлақтан бір ауруханада істейтінін естіген. Аурухананың біразын сүзіп шығады. Бір танысы Панарды облыстық ауруханадан көрдік деген соң сонда барады. Кадрлар бөлімінің бастығына барып келін іздеп жүргенін айтады. Архивті 3 күн ақтарып әзер табады. Нұрлан деген жігітке күйеуге шығыпты. Ол да осы ауруханада құрылыста істейді екен. Кадрлар бөлімінің бастығы әлгі жігітті шақырып береді. Жігітке Әуес, Панардың күйеуі бар, оған қалай үйлендің? Дейді. Анау ажырастым деген, деп қарап тұр. Өзің бұрын үйленбеп пе едің? Үйленгенмін, 2 қызбен ажырастық. Әпкеме жездем сай, демекші, бірің тапқан екенсіңдер ғой. Мені үйіңе баста, әйеліңмен сөйлесуім керек, деді. Жігіт Әуесті үйіне ертіп барып, өзі кетіп қалады. Панар төсекте баласын немізіп отыр екен. Әуесті көргенде түрі құп-қу боп, тілі байланып, қалғандай бір ауыз тілге келе алмады. Әуестің бір аяғы іште, бір аяғы сыртта. Панар, неге үндемейсің? Ернұр қайтыс болған. Әбу Нәсірді өзің аласың ба? Соны білейін деп келдім. Әйел не я, не жоқ деместен отыра берді. Егер маған қалдырсаң, қолхат бер. Паспорттың көшірмесін бер. Мен сенің ошағыңды ойрандайын деп келгем жоқ.
тастай қашқан балаңды мектепке беріп құжаттарын түгелдеуім мен жүрмін. Бірақ ол күні ештеңе бітіре алмайды. Төл құжаттың көшірмесін сұрап 4 ай сенделеді. Ең соңында кадрлар бөлімінің бастығына келіп, әлгі Нұрлан деген жігітті шақырып беруін өтінеді. Шақырып береді. Ашуға булыққан Әуес: мені осынша қаңғыртқандарың үшін мен де аямаймын сендерді. Сені жұмыстан шығартамын, әйеліңді аналық құқығынан айыртамын. Ол баламмен ажыраспай тұрып сенімен үйленіп алған, туған баласын тастап кеткен, дейді. Апатай, осы жұмысқа әзер орналасып едім, қолхатты мен алып беремін деп жалынғандай кейіп танытты. 10 күннен кейін келемін, қолхатты алып дайындап қой деп кетті. Айтылған мерзімде үйлеріне барады. Панар 180%-ға өзгерген. Апа, келіңіз, жоғары шығыңыз деп бәйек болады. Қызылдап шай құйды. Ішкісі келмеген, бірақ асты қорлау күпілдік. Әбу Насырды ерте барған, бірақ бетінен сүйгенде жоқ. Әбу Насыр ме? Деді де қойды. Қазір сол Панардың бір ұл бір қызы бар екен. Қызы биыл 19-ға келіпті. Параличпен ауырады екен. Еш кінәсі жоқ. Қаршадай сәбидің көз жасына қарамай тастап кеткен тас жүрек шешенің зардабы баласына тиген шығар деп ойладым, дейді Әуез. Кезінде Ернұр ұлыма қайта үйленсеңші, қашанға жүресің дегенімде үйленбеймін, өзінен тумаған балаға бөтен әйел қараушыма еді, балама ешкімге шапалақ салдырмаймын деген еді. Өзі 1 жылдан кейін дүние салды. Сөйтіп Әбу Насыр әжесінің жетелеуімен мектепті жақсы бітірді. Университетке түсіп, оны да ойдағайдай тамамдады. Былтыр 2019 жылы отбасын құрды. Қазір әжесінің қамқоршысы. Өкінішке орай Әбу Насырдың қызығын атасы амандық көре алмады.